Бәріңе сәлем достар, сендермен Маки TV арнасы. Бүгін мен сіздермен 2020 жылдың 100 мыңға дейінгі ең мықты телефонын анықтайтын боламын. Мен жай ғана Каспий KZ-ті ашып смартфондарда разделін ашып 100 мыңға дейінгі смартфондарды шығардым. Олардың ішінде Samsung-тарды, Huawei, Oppo, Xiaomi сияқты телефондар болды. Солардың ішінен ең мықты екі қарсылас қана ала алдым. Олар Redmi Note 8 Pro және Redmi Note 9s. Неге Oppo немесе Samsung-ты алмадың десеңіздер, оларда процессорлары қайда слабый, яғни онша емес болды. Қанша дегенмен Samsung бренд үшін ақша қосатыны анық. Енді осы екі мен таңдаған телефонды салыстырайық. Ең басты критериялары: экран, процессор, жедел жады мен тұрақты жады, камералары, батареясы, бағасы және ыңғайлылығы. Телефондар бір компаниянікі болғандықтан оболочканы салыстырмадым. Ал кеттік. Экрандары 9s-та 6-да 67 дюймді IPS экран, ал 8 Pro-да 6-да 53 дюймді IPS экран. Разрешениялары почти бірдей, ал камераға арналған орындары екі түрлі. 9s-та жаңбыр тамшысы сияқты ортасында орналасқан, ал 8 Pro-да тағы да ортасында, бірақ басқаша орналасқан. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Маған 8 Pro-ның экраны ұнады. Сіздерге 9s-тікі ұнауы мүмкін. Бұл тек қана менің өзімнің ойым. Процессорына келетін болсақ, 9s-та Snapdragon 720J, ал 8 Pro-да Mediatek Helio G90T қондырылған. Жай сөзбен айтқанда екеуінің жылдамдығы шамалас, бірақ Helio G90T-да видео процессоры Snapdragon 720J-дан 50%-ке жылдамырақ. Бұл артықшылығы ойындарда байқалады. Helio G90T геймерлерге жақсылау болады, бірақ батареяда кезіріп кетеді 720J-ға қарағанда. Және Helio G90T 720J-дан сәл-сәл қаттырақ қызады, бірақ сыни емес. Ойын ойнамасаңыздар 720J, ойнасаңыздар Helio G90T-ны алған жөн. Жедел жадына келетін болсақ, 8 Pro-да бұл түрінде 6 ГБ жедел жады, 9s-та 4 ГБ-ті құрайды. 9s-тің 6 ГБ-тығы бар, бірақ ол 100 мыңнан көп ақша тұрады, сондықтан оны қоспадым. Тұрақты жады екеуінде де 64 ГБ-ті құрайды. Бұл жерде 8 Pro-ға қой бердім. Камераларына келетін болсақ, екеуінде де 5 камерадан, 4-еуі артқы жағында, алдыңғы жағында біреуден. 8 Pro-да 64 мегапиксельді, ал 9s-та 48 мегапиксельді негізгі камералары бар. Екеуі де түсірген кезде шамалас түсіреді. Басқа камераларын айтатын болсақ, 8 мегапиксельді кең бұрышты камералар, макро камера мен портрет жасайтын модулі бар. Батареясына келетін болсақ, 9s-та 5020 мА, ал 8 Pro-да 4500 мА. Бұл жерде 9s-та көбірек шыдайды. Орташа қолданғанда 2 күн толық шыдайды 9s. Оның себептері: 8 Pro-дан батареясы көп және процессоры батареясын жақсы қолданғандықтан. Ал 8 Pro 1 күн толық шыдайды, 1,5 күн орташа қолданғанда шыдайды. Бұл жерде 9s жеңіп тұр. Ұпай бердім 9s-ға. Бағаларын салыстырайық. 8 Pro-ға 98 мың сұрап тұр, ал 9s-ға 93 мың көлемінде. Ыңғайлылығына келетін болсақ, 8 Pro сәл-сәл кішілеу 9s-тан. Соның арқасында 9 грамға жеңілдеу. Және 8 Pro-да NFC модуль бар, ал 9s-та жоқ. Бірақ бұл функцияны шамамен 90% адам қолданбайды Қазақстанда. Қорытынды ретінде айтатыным, кімге ойын ойнау маңызды, 8 Pro-ны алсын. Осы бағаға ең мықты ойын ойнайтын телефон. Ал 9s-ті кімге батареясы маңызды, сол алсын. Батареясы жақсы шыдайды. Күнделікті қолданыста WhatsApp, Instagram және тағы басқа сол сияқты программаларда жылдамдығы жағынан айырмашылықты байқамайсыздар. Ал достар, салыстыру ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, қайсысын алатын едіңіздер, пікірлеріңізбен астыда бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.